Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Ақтау қаласының аумағында жедел іздестіру іс-шаралары және жасырын тергеу әрекеттері жүргізіліп, бақылау мақсатында С есімді азаматтан салмағы 1,9 граммды құрайтын героин есірткісін сатып алу операциясы жүргізілді. Одан әрі 2021 жылы 2 сәуірде сағат 15:00 шамасында жедел іздестіру іс-шараларын өткізу кезінде тұрғылықты жері бойынша пәтерден 66 жасар азамат ұсталынды. Тінту барысында пәтерден салмағы 30 грамм болатын героин есірткі заты бар шыны банкі, салмағы 2 грамм героин есірткі заты бар бір қағаз түйіншек, 1 дана ПМ маркалы тапанша және 2 дана тапаншаның оқ дәрісі, 1 дана стражник маркалы тапанша, 9 дана оның оқ дәрілері, 3 дана қолдан жасалынған пышақтар, сонымен қатар пәтердің тоңазытқышынан салмағы 5 келіні құрайтын бекіре тұқымдас балықтардың 4 данасы табылып алынды. Одан әрі ұсталған азаматтың Шығыс бір ықшамауданындағы салынып жатқан үйінде жұмысшы 60 жасар Өзбекстан Республикасының азаматы анықталды. Тінту іс-шараларын жүргізу кезінде үйден 1 дана аса лазер маркалы тапанша мен оның 3 дана оқ дәрілері, сонымен қатар 1 дана қолдан жасалған пышақ табылып тәркіленді. Тергеу әрекеттерінің нәтижелері бойынша ұсталған азамат Ақтау қаласы полиция басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал шетелдік азамат қазіргі уақытта қабылдау тарату орнына орналастырылды. Аталған қылмыстық іс бойынша сот баллистикалық сараптама тағайындалып, қосымша жедел тергеу іс-шаралары жүргізілуде.